Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Сидят в тюрьмах, и они с ними жестоко там обращаются. А все настоящие уголовники и преступники, они все ходят на свободе. И вот это самое ужасное, нет никакой справедливости. Здесь все с праздником, я хочу сказать, которые там все полиции, все здесь сидят от рабочего вот это, все, которые бригадиры, мастера, судьи, депутаты, я хочу сказать, вы выросли насчет народного хлеба, учились насчет народного деньги, и вы унижаете народ. Почему? Подумайте, есть одно слово, Суворова учтите, генерал без солдата не генерал, без депутаты, те, которые сидят без народа, не депутат. Я больше ничего не хочу сказать. Пусть вы подумаете насчет этого, пусть не унижает народ, пусть подумает о народе, который все вот здесь ходит, пусть не обижает детей, молодежь, которые правда не убежит. Я их поддерживаю, я согласен. У нас нету закона, ничего нету у нас. Дорогие друзья, нас всех с праздником! Сегодня праздник единения народа! Мы должны объединяться против этой воровской власти! Мы должны сказать им: позор! Нет, шал! Позор! 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 Сегодня здесь ходят маленькие дети, которых убили за то, чтобы они здесь ряжеными ходили вокруг нас. Это кого мы растим, какое поколение мы растим. Нет этому произволу, нет этому вранью, нет этой неправде. Нет, я все сказал. Кто смел? Токаев и без нас победит на этих президентских выборах. И нам не нужно для этого ходить на выборы. После того, как Токаев станет главой государства, он передаст свою власть Дариге Назарбаевой или кому-нибудь из его семьи. Поэтому нельзя ходить на эти выборы. Надо объявлять бойкот. И 9 июня мы тоже не пойдем на выборы. Не пойдем на выборы. Бойкот! 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 Старшее поколение не должно молчать. Мы против Назарбаева, мы против насилия наших детей, наших народов. Мы требуем, чтобы выборы были честны. Не было вообще выборов, мы не пойдем на выборы. Ағайын, мынау қаншалықты болады? Жанымызға батты ғой. Қашан халық ел боламыз? Әкемізді, шешемізді азаннан кешке дейін жұмыста. Балаға қашан біз бір боламыз? Ағайын, бауыр, менің жаныма батты. Менің жағдайым бар болғанымен, мен балаға қарайтын уақытым да жоқ. Азаннан кешке дейін жұмыстамыз. Бала қайда қалды? Біз қайда қалдық? Мынандай апатта қашанғы бола береді? Мен қарсымын атып электр станциясына. Сөйлетілім алаңдамай тартымда. Найзағайдай шындықты айтым шарқында. Солай ғана өмір сүрем дей алам, бір ауыз сөз қалмаған соң артымда. Сөйлетілім алаңдамай тартымда. Найзағайдай шындықты айтым шарқында. Қалай ғана өмір сүрем дей алам, бір ауыз сөз қалмаған соң артымда. Адам қалай заман қалай өзгерді, өзгергенде шүкір Құдай көз көрді. Қасиетті ұл қызымның көз жасы бейне арал балқаш болып сарқылды. Ағайын, бірігейік, ел болайық, жиналайық, айтайық, біз қашан үндемейміз. Бірге болайық, жанымыз тіліміз бірігу керек. Мен қарсымын, халық, мен мұғаліммін. Мен жаяшин мұғалім, бірақ мойнымызда қарыз көп болып кетті. Жанашыр адам жоқ, қашанғы жүреміз. Бірігейікші, халық болып жиналайық, айтайық, жан даусымыз.
барлық ата-ананың барлығы азаннан кешке дейін бала бағам деп, соларға нан тауып берем деп жүреді. Күннен күнге от сила случай к случай деп айтады. Сондай бағытта жүр. Мен шаршадым. Мен халықпен бірге болғым келеді. Мен халықтың мұңын айтқым келеді. Мен сол сендермен бірге болғым келеді. Шығарса шығарсын жұмыстан. Менің 40 мың халқым бар. Далада қалмаймын деп ойлаймын. Қалмасаң қалмай бер. Бірақ тілімді кесіп алмайсың, басымды кессең де. Мен сендермен біргемін. Мұғалім, халық, ағайын, сендер де шындықты білесіңдер. Мұғалімдер, жиналыңдар. Шындықты біле тұра, қашан үндемейсіңдер. Біздің білім саламыз өте құлдырап кетті. Сендер ойлайсыңдар ма, ағайын, мына жаңа білім бағдарламасы дұрыс болып жатыр деп. Мен сол орданың ішінде жүрмін. Мен білемін, мен де айта аламын. Мектеп әлсіреді, білім саласы құлдырады, университет артта қалды. Барлық ата-ананың барлығы баласын бір кружокқа үйірмеге бергісі келеді, бірақ қаражаттары да жоқ. Қиналып кетті. Қашанғы жүреміз осылай? Жиналайықшы, айтайықшы. Жағдайымыз қашан түзелер? Мен қарсымын. Астана менің қалам. Нұр-Сұлтан менің қалам емес. Тоқаев менің президентім емес. Дариға менің спикерім емес. Мен атом электростанциясына қарсымын. Бұл екінші Чернобыль болайын деп тұр. Бұндай бізге керек емес. Бізге сабақ болды ғой, Семейдің өзі. Ағайын, айтыңдар, тоқтама. Наши земли продают китайцам. Мы не позволим, это наша страна. Мы не разрешаем, мы народ против продажи земли. Наши дети, это наше будущее. Сейчас обратно забирают в Китае деньги. Почему у нас не спрашивают? Оплачивать нас хотят поставить на колени. Мы не позволим этого. Давайте двигаться. Давайте чуть-чуть туда пододвинемся. Қайырлы күн, Азаттық радиосының көрермендері. Біз бүгін Алматы қаласындағы орталық мәдени демалыс саябағындамыз. Бұл жерде тура сағат 1 шамасында Қазақстанда ресми тыйым салынған Қазақстан демократиялық таңдауы ұйымының өкілдері ретінде өздерін көрсеткен бір топ азамат билікке наразылықтарын жеткізіп жатыр. Олар Қазақстанда атом электр станциясын салуына қарсылық білдірді және Тоқаев менің президентім емес, Дариға Назарбаева менің спикерім емес деген сияқты түрлі сипаттағы наразылықтарын білдіріп жатыр. Митинг менің артында тұрған айналаны шолу аттракционның алдынан басталған. Қазір ондаған азамат өздерінің наразылықтарын білдіріп солтүстік бағытқа қарай жүріп бара жатыр. Әзірге оларды құқық қорғау органдарының ешқайсысы ұстап қысым көрсетіп жатқан жоқ. Олар өздерінің ой пікірлерін емін-еркін айтып жеткізіп жатыр. Наразылығын білдіріп жатқан азаматтардың дауысы тура митинг басталған аралықта естілмеді. Өйткені дәл сол жерден музыкалық аппараттың ән қойылған дыбысы өте қатты шықты. Азаматтар қазір басқа жерге орнын ауыстырып, біздің өз таңдауымыз бар деп ұрандатып жатыр. Почему мы молчим? Почему мы тихо, молча скрываемся? Братья, давайте, келіңдер, бірге болыңдар. Біз далада қалмаймыз, ағайын. Айтыңдар. Söyle. Қазақтар оянатын кез келді. Қазақтар бірігіп, осы Қазақстанды алға алып шығатын біз. Правительство жоқ бізде. Біз сайлауды сайлауға біз түспейміз. Олар өздері ғана қойып жатыр. Сондықтан қазақтар оянатын кез келді. Біз ұрпақтарымызды жақсы бағуымыз үшін, өсіруіміз үшін қазақ елі аман есен, соғыссыз развивация ету үшін біздер бірігуіміз керек. Бірлікте тірлік бар дейді қазақ. Сондықтан бірігіп, билікті өз қолымызға алып, билік біздің айтқанымызды тыңдау керек. Біз билікті шақырамыз бізді тыңдауға, олар бізге келмейді. По Конституции Казахской Республики народ – единственный источник власти
Токаев не наш президент, Дарига не наш спикер. Мы против строительства атомной электростанции. Мы против строительства Алга